Құрметті оқырмандар, бүгінгі тәрбиелік сабағымыз тұрмыстық зорлық-зомбылық пен қатыгездік зияны мен салдары жайында болмақ. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа көбінесе қоғамның әлсіз топтары, әйелдер мен балалар, қарттар ұшырайды. Көп адамдардың пікірінше зорлық-зомбылық тек күйеуі мен әйел арасында орын алады. Алайда деректер ересек балалардың қарт аналары мен әкелеріне сыйламаушылық танытып, былапыт сөздер айтып, отбасы тыныштығын алатынын көрсетіп отыр. Жалпы зорлық-зомбылық дегеніміз азаматтардың құқығын бұзатын бір адамның екінші адамға тәндік немесе психикалық ықпал етуі. Бүгінде барша әлем елдерінде белең алған тұрмыстық заң бұзушылық біздің елімізде де өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Зорлық-зомбылық неден туады? Зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін не істеуіміз керек деген сұрақтардың жауабын бірге іздеп көрелік. Біз тұғыры биік, керегесі тең, егеменді елміз. Қылығы таза қыз бен арғымаққам дер ұл өсірген халықпыз. Ал тәуелсіз елде зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Қоғамда болып жатқан дүниелердің барлығы дерлік отбасынан бастау алады десек, қоғамды тазарту үшін ең алдымен отбасындағы тәрбие мықты болуы қажет. Отбасы шағын мемлекет. Осы бір ғибратты сөз босағаның берік, шаңырақтың биік болуын, халық санының көбейіп, қоғам байлығының еселеп артуына өзіндік ықпал ететіндігін көрсетеді. Өкінішке қарай, түрлі жағдайларға байланысты шаңырақтың шайқалып, бейкүнә сәбилердің жаутан көзге айналып жататын кездері де аз емес. Әрине, берекесі мен бірлігі жоқ, күнде айқай-шу болатын үйде зорлық-зомбылықтың болатыны белгілі. Тәрбие тал бесіктен басталады десек, отбасындағы ұрпақ тәрбиесі еш уақытта қоғамды бейжай қалдырған емес. Отбасындағы ата-ананың мінез-құлқы баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, оған қарап өсетін нысаны. Нашақорлық, темекіге, ішімдікке үйірлік, бұзықтық жолға түсіп, зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік туғызады. Еңбек етуге, қоғамға, денсаулыққа, ұрпаққа зиянын тигізеді. Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі мәселесі жаман қылықтардан, яғни зорлық-зомбылықтан аулақ болу. Ішімдікке үйір адам есінен айырылып, қасындағы адамдарға зиянын тигізеді. Отбасына ойран салады. Отбасы мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп мазасын алады. Бұл баланың психологиясына кері әсерін тигізеді. Ұлыңыз ер жігіт, қызыңыз ибалы болсын десеңіз, жаман әдеттен бойыңызды аулақ ұстағаныңыз абзал. Себебі ана бала әлемінің бастауларының бастауы, оның жаны, эмоциялары мен әлемге деген сенімі. Ал әке ана құшағынан тыс жерде өмірдің сынақтарына төтеп беретін табандылықтың өзегі мен деңгейі екенін естен шығармайық.